Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге американский корн-дог жасап көрсетемін. Корн-догтың жасалуы өте оңай. Балаларыңызға жасап берсеңіздер міндетті түрде ұнайды. Ең алдымен бізге шұжық қажет, және ол шұжықтарды осылай видеодағыдай етіп барлығын екіге бөліп шығамыз. Бірақ та шұжықтарды бөлу маңызды емес, бүтіндей қолдансаңыздар да бола береді. Сосын шұжықтарымызды шпажкаға, яғни ағаш таяқшаларға осылай видеодағыдай етіп барлығын қадап шығамыз. Шұжықтың барлығын осылай ағаш таяқшамен түйреп дайындап қоямыз. Сосын таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Венчиктің көмегімен шайқаймыз, және де оған тәтті паприка, қара бұрыш, тұз және содамызды салып тағы да араластырамыз. Содан кейін сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Қоспамызды жақсылап араластырамыз, ішіндегі тұзы еруі керек. Ең соңында ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Біздің массамыз кішкене қимақтың массасына ұқсас болуы керек. Негізінде корн-догтың оригинал рецептісі жүгері ұнымен жасалынады, бірақ та жүгері ұнын көп адам пайдаланбайтын болғандықтан бидай ұны барлық үйден табылады. Сол үшін бидай ұнымен жасап көрсетіп жатырмын. Енді барлық шұжықтарымызды осы видеодағыдай етіп, дайын қоспамызға осылай араластырып, бір-бірлеп қуырып аламыз. Пісуі өте тез, 30 секундта пісіп дайын болады. Міндетті түрде осы видеодағыдай етіп айналдырып тұру керек, әйтпесе тез күйіп кетеді. Осылай қызарғанша барлығын қуырып аламыз. Сыртындағы нан өте жұқа болу керек, сонда нағыз корн-догтың рецептісі болады. Мінекей американский корн-догымыз осылай дайын болады. Корн-догты ыстықта кез келген соуспен ұсынсаңыздар болады. Балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Сол үшін сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Толық қажетті заттарды төменге описанияға жазып қоямын. Және де видеоның соңына дейін көрсеңіздер, пікір қалдырып, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.